Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге даму мед. Және бүгін бізде ерекше форматта видеоблог болады. Сіздермен бірге негізін қалаушылар Айерке және Гүлмира. Бүгінгі видеоблогта біз жалпы медунивердің студенттеріне арналады бүгінгі видеоблогымыз. Яғни сабақта қалай тиімді оқу, не үшін баға үшін оқымау, не себепті сабақты қиындатудың орнына оны түсініп оқуға фокус қою жайында болады. Сонымен қатар бізде не только сабақ, бүгін мотивациялық видео болады, сондықтан соңына дейін көруге кеңес береміз. Так, енді біздің бірінші қозғайтын тақырыбымыз баға үшін оқымау. Не үшін? Расымен мен байқаймын, көптеген студенттер сабаққа дайындалып келеді, одан кейін сабаққа айту барысында енді апай бір-екі сұрақ қояды, бір-екі сұраққа дұрыс жауап бермегеннен төмен баға алып жатады. Немесе жаңағыдай сен еңбегіңді дұрыс бағаламай жатады. Енді сондай сәттерде бүкіл көңіл күйін түсіп, келесіде сабаққа деген желание болмай қалады. Сондықтан айтқым келеді, бұл жерде баға маңызды емес, ең бастысы сенің сол пәннен, сол сабақтан бір нәрсе түсініп алып кетуін. Өйткені расымен де ертең сен клиникаға барған кезде сенің жаңағы анатомиядан алған, физиологиядан алған бағанды сұрамайды, оларға сенің білімің керек. Сен ертең пациенттерге тоже білімің арқылы көмектесе аласың ғой. Сондықтан да баға ол өмірлік көрсеткіш емес деп айтар едім. Яғни баға сенің біліміңнің көрсеткіші емес, бұл жерде өзіңде қаншалықты мықты фундаменттің бар екендігін клиникада көрсете білгенің. Бізде, например, 3-ші курстың студенттеріне айтып кетейін, осы жерде баға ең қатты рөл ойнайтын бұл топографиялық анатомия деген сабақ қой. Көбінде түнімен қаншама 50 бет, 30 бет, өте көп информацияны түнімен оқисың да, келесі күні барып 10-20 деген бала алып қаласың. Содан кейін уже ары қарай депрессия, стресс уже не болады, енді қалай, егер Платонға 50 қойса, қалай стипендиядан ұшып кетем ғой деген уайым, стресске түсіп кетеді студенттер. Бұл жерде айтатын нәрсем, сен главный өзіңді тастап жібермеуің керексің артқа. Сен күнделікті сабаққа дайындалып жүрсең, апай оны көреді. Мүмкін апай саған 10-20 сол сабақта қоятын шығар, бірақ Платонусқа то есть соңында, семестрдің соңында жақсы баға қойып беретін. Мен саған 100% кепілдікпен айта аламын. Себебі менің өзімде де сондай болды. Менде басында барған кезде 10 деген бала алатынмын, 20 деген бала алатынмын. Сөйтіп ақырында көтеріле бастайсың. Главное, бұл жерде бірінші сабақта 0 алып қалдың, екінші сабақта 10 алдың, үшінші сабақта қайта 0 алдың, сен уже төртінші сабақта мүлдем оқымай қойыш болды. 0 алам ғой деп, өзіңді артқа тастап жібермеуің керексің. Өзің түсініп оқысаң, сол жетіп жатыр. Мысалға сен ертең мықты хирург болғың келсе, сенен топографиялық анатомия маңызды пән ғой хирургтар үшін. Сенен сұрамайды ертең ешкім, топканы нешеге жаптың сессиядан деп. Бұл жерде сен өзің жаңағы іріңді процестердің қалай жүретінін, немесе қалай разрез жасау керектігін, қандай фасцияның арасынан кесу керектігін білуің, өзіңдегі фундаменттің маңызды да, ал баға ол бір уақытша ғана көрсеткіш, уақытша ғана қажеттілікті, сен оған фокусыңды қоюдың қажеті жоқ. Главный өзің түсініп, өзіңде мықты фундамент қалыптастырсаң, сол жеткілікті. Және дағы өзіңді артқа тастап жібермеу. Қанша жерден 10-20 балл алсаң да, күнделікті дайындалып барып өтсең болды, өзің үшін ғана. Одан кейін общая патологияны айтып кетуге болады, осы жерде. Өзің жалғастырып кетсең, Гүлмира. Жалпы общий патологияны бізде байқағанымыз, бірінші семестрда бәрі топкаға дайындалды, общий патологияны оқыған жоқ. Из-за этого көбі стипендиядан ұшып кетті, общий патологиядан. Не үшін общий патология білу маңызды? Себебі бұл жерде бізге бүкіл жаңағы қандай патологияны алып қарасаң да соның негізгі фундамент білім бізде общий патологияда беріледі. Яғни қабынулық процестердің бізде механизмі, оның қалай түзілетіндігі, жаңағы зақымданудың сатыларын оны білмесеңіз, сіз ертең кездесетін кез келген ауруда айтайықшы, пневмония болсын, бронхит болсын, оның қабынуының қалай жүретінін түсінбей қаласыз. Сол үшін да кеңес беретін 3-ші курстың студенттері болса, немесе енді өтетін студенттер болса, жалпы патологияны жақсылап түсініп алыңыздар деп. Бұл основа, бұл фундамент. Жалпы патология менен топографиялық анатомияны баға үшін емес, өзіміз үшін түсініп оқимыз. Баға бұл сенің біліміңнің өмірлік көрсеткіші емес. Келесі біздің инсайт, ол бізге жалпы мұғалімдердің бөліскен инсайты, кеңесі десек те болады. Универде әрдайым қажет болатын, ол правило золотое молчание. Неге бұл ережені ұстану маңызды? Себебі универге келген кезде әртүрлі мұғалімдермен кездесесіңдер, әртүрлі адамдар болады,
барлық адам бір идеальны болмайды ғой, әр адамның өзінің характері болады. Сол кезде сен де сол мұғалімменен сабақтың үстінде бәрінің көзінше ерегесіп кетудің қажеті жоқ. Себебі біріншіден сен өзіңнің энергияңды жоғалтасың. Екіншіден мұғалімге деген құрметсіздігіңді бәрінен, мұғалімге өте құрметсіздік деген болып қалыптасып қалады. Мүмкін сен үшін басқа болуы мүмкін, бірақ мұғалімге бұл құрметсіздік болып қалыптасады. Ал үшіншіден группаластарың алдында да беделің түсіп кетеді осыдан кейін. Сол себепті бұл жерде золотое молчание әрдайым керек болады, иә? Әрине керек. Мысалы ойлаңызшы, сіз деген бір адаммен сөзге келісіп қаласыз. Біріншіден не істейсіз, әрине энергияңыз кетеді, ол адамға уақытың кетеді. Үшіншіден сенен жаңағы жаман эмоциялар шығады, адам оның бәрі энергия ғой. Бізде лучше сол энергияны сабақ оқуға пайдалы нәрсеге жұмсаған артықты. Ойланып қарасаң, әрине түптің түбіне келгенде в конце концов дейді ғой, өзің зардап шегесің. Ешкімнің еш нәрсесі кетпейді. Сол үшін да қанша жерден ашуланып тұрсаңыз да сабыр сақтап, оны лучше соны ақылмен жаңағы шешкен дұрыс болады деуші едім. Ашу дұшпан, ақыл дос дейді. Иә. Например, біз өзіміздің тәжірибемізде кездескен жағдайларда болды, что мұғалімменен ерегесіп, бірінші курста болды, перед циклға кетіп қалғанда болды. Сол себепті мұғалімдермен ерегесудің мүлдем қажеті жоқ. Лучше сен сабақта мұғаліммен бір конфликт болды, сен оны бәрінің көзінше емес, сабақ біткеннен кейін барып мұғалімменен жеке сөйлесіп, оны шешуге болады ғой, шешілмейтін мәселе емес қой ол. Лучше бәрінің көзінше мұғалімменен сөз таластырмай, ерегеспей, сіздікі дұрыс деп қоя салған сол жерде дұрыс, ал одан кейін барып апаймен жеке сөйлескенің дұрыс болады. Сол себепті универде золотое молчание правиласын әрдайым есімізде сақтаймыз. Келесі біздің инсайт медициналық универдің студенттеріне қалай бәріне үлгеруге болады. Жалпы осы жайлы өзің айтып кетсең, Гүлмира. Жалпы медицина студенттеріне уақыт жеткізу қиын, оны мойындайықшы. Енді өзімізде болсақ, бір тапсырманы орындауға мысалы кемінде 5-6 сағат кетеді. Лично өзіме солай сағат жайырке. Тоже сондай ұзақ уақыт тұрамын. Иә, даже оның өзі жетпей қалады ғой иногда. Вот осындай кезде қалай үлгеріп, бәрін демалуға да үлгеруге болады деген сияқты сұрақтар болады. Если честно, оның үлгеру деген бәріне үлгеру это невозможно. Біріншіден осыны неғылсақ, түсініп алсақ. Ал екіншіден, біз осы берілген уақытты барынша эффективно пайдалана аламыз. Ол үшін не істеуіміз керек? Мысалы, енді шындығын айтқан кезде сен 6 сағат бойы сабақ оқымайсың ғой. 6 сағаттың ішінде примерно 2 сағатын телефонға өтеді. Осы сабақ келе жатасың, саған бір досың, подругаң сообщение жазып қалады, потом тиктоктан уведомление келіп қалады. Аласың, не істейсің, аппликация етіп, телефонмен бүкіл уақытың кетеді. Жаңағы сабақ жайында қалады. Сөйтіп отырып 5-6 сағат уақытын сенің зымырап өтіп кетеді. Қазір байқасаңыз, уақытта тез өтіп жатыр, сондықтан да барынша эффективно пайдалануға тырысу керек. Енді екіншіден айтатын инсайт, ол өзіміз пайдаланатын әдіс, яғни метод помидора дейміз, помидор әдісі дейді, әртүрлі айтып жатыр. Бұл әдіс бойынша сіз 45 минут бойы телефоныңызды режим полетаға қойып қоясыз, немесе өшіріп тастасаңыз да болады. Тек қана фокусыңызды сабаққа қоясыз, яғни мүлдем телефон қарамау қажет. Одан кейін қалған 15 минутта жаңағы таймерге қойып қойсаңыз болады. Қалған 15 минутта сіз телефон көріп, мысалы тиктокқа кіресің ба, ойын ойнайсың, өзің білесің. Қалған 15 минутта сабақ емес, сабаққа қатысы жоқ нәрсені жасайсың. Кейін дальше солай 45-15 деген правиламен жүрсең, сен барынша жаңа эффективно неғыласың, уақытын пайдаланасың. Ал если сен ойлайсың, 2-3 сағат бойы толықтамай сабақ оқысаң, басын түсінесің да, ізін жағын түсінбей қаласың. Лишь бір жаңа бітірсем екен оқып деген сенде ой болады. Сол үшін арасында бізде аппликация еткен дұрыс, но көп уақыт емес, өзіне бір уақыттың шектеулерін қойып қойған дұрыс. Және осыны жаңа ішінен айтуың керексің да, мен егер де мысалы подфизиологиядан осы тақырыпты оқып бітірсем, жаңағыдай 7 сағат бойы телефон көремін, немесе жаңа қыздар драма көретін шығарсыздар, драманың бір сериясын көремін деген сияқты сөйтіп өздеріңізге уәде берсеңіздер, бұл бір жағынан сіздерге кішігірім мотивация болады, жаңағыдай бір істі бітірген бір кішігірім жетістік болып саналады. Яғни бұл стимул ғой, саған ана істі бітіруіне стимул десек те болады. Яғни келесі ол бізде мына жерде айтып кетейін, мен өзім сабақ оқыған кезде пайдаланатын әдіс ол мүлде мен телефонды комнатаға қалдырып кетіп, читалкаға барып оқығанды жақсы көремін. Себебі телефон жоқ, сенде только кітап, ноутбук болды. Яғни сені отвлекать ететін ештеме жоқ, сен читалкаға барасың да барып кітап оқисың, сабағыңды оқисың. Сөйтіп сабағыңды орындап барып келіп, киноны көріп, немесе кішкене өзіне демалыс, кішкене перерыв жасауға болады.
Одан кейін келесі бізде ол жоспар. Қаншалықты маңызды күнделікті іс-әрекеттеріңді жоспарлау. Қаншалықты маңызды. Себебі ойлаңызшы, сізде ешқандай жоспар болмаса, жаңа мақсатыңызды жазбасаңыз, сіз қайда бара жатқаныңызды өзіңіз білмейсіз. Мынандай қазақта сөз бар ғой, қандай балық? Тек өлі балық қана ағысқа қарай қарсы жүрмейді деген сондай сөз бар ше. Яғни сен өлі балық емессің ғой, сен ағыс қайда апарады сонда жүретін, сен тірі адамсың, өзің тіршілігін жасауың керек. Егер де сенде жаңа жоспар болмаса, мақсат болмаса, сені просто так басқа адамдар өз мақсат үшін пайдаланады. И сол үшін де мысалы ойлашы, мен қазір тұрамын да, біреумен сөйлескім келеді, мен звондаймын, Айерке деймін, мысалы да, Айерке боссың ба деймін, Айерке бос емеспін дейді, өйткені оның мақсаты бар, өзінің арманын орындап жатыр, мысалы видео түсіріп жатыр деген сияқты. Кейін мен тағы бір подружкама звондаймын, мысалы да, Әсем боссың, Әсем сен боссың ба деймін, Әсем бос, ол уақыты жоқ, мысалы. Жоспары жоқ. Жоспары жоқ, уақыт емес. Жоспары жоқ. И Әсем айтады, мен боспын, сосын мен аламын да Әсемге жарты сағат, 2 сағат бойы өзім проблемамды айтамын. Хотя Әсемге ол керек емес. Бірақ жаңағыдай сөйтіп Әсем оны тыңдап отырады, өйткені ол бос адам. Вот көрдіңіз бе? Сол сияқты, егер сізде мақсат жоспар болмаса, сізді мақсаты бар адамдар пайдаланады. Сол үшін де міндетті түрде жоспар жасап жүрген дұрыс. Арман да турысындай ғой. Егер сен өзіңнің арманыңды орындауға бір әрекет жасамасаң, сен ертең басқалардың арманына жұмыс істейсің дейді ғой. Келесі біздің инсайтымыз мидағы шектеуді алып тастау. Енді бұл өте қызықты тақырып деп ойлаймын. Неліктен? Себебі енді көп студенттерден байқаймыз да, біз мысалы өзімізде де болды ғой, енді басымыздан өткен ішінде жаңағы комплекстер болады. Мысалы мен қазір сыртқа шығып сөйлесем, маған біреулер күледі деген сияқты, көпшіліктің алдында сөйлеуге ұялады. Одан кейін тіл білмеуден көбінесе қысылып жатамыз. Мысалы менің байқағаным, орыс тілін білмегендіктен көптеген студенттер қысылып сөйлеуден ұялады. Особенно там кружоктарға барған кезде, Айерке, енді осыны өзің айтып өтсең. Кружоктарға барған кезде көптеген кружоктарда барлық студенттер основном орыс тілінде сөйлейді. Сол себепті де орыс тілін білмегендіктен кейде отбордан да өтпей қалып жатады студенттер. Бірақ сенің орыс тілін білмеуің, бұл сенің миыңдағы шектеу болмауы керек. Орыс тілін білу қажет, бірақ ол сенің мүмкіндіктеріңді шектемеуі қажет. Яғни сен орыс тілін білмейді екенмін деп, олай өзіңді андай бір қалай айтуға болады? Өзіңді шектеп, мысалы басқалармен сөйлеспей қойып деген олай жасауға болмайды. Себебі орыс тілі ол сенің ана тілің емес қой, сен оны білуге прям 100% міндетті емессің. Бірақ енді достар, сонда да сіздерге орыс тілі керек емес екен деп айта алмаймыз. Себебі ертең пациенттерің орыс болуы мүмкін, сен оған қалай түсіндіресің? Хотя бы базалық білімді үйреніп алсаңыз да, мысалы қалған сіздерге оңай болады, ал енді орыс тілін прям идеально білмеймін деп өзіңді тоже шектеп тастауға болмайды. Енді осы нәрсенің ара жігін ажырата білсеңіздер екен дейміз. Келесі бізде көпшіліктің алдында сөйлеуге ұялу. Яғни бұл адамда көбінде өз-өзіне деген сенімсіздік деген болады ғой, неуверенность. Сол кезде болады. Мені тыңдамаса ше, мен, например, қате сөйлесем ше, ударениені дұрыс қоймасам ше деген нәрселер болады. Бірақ ондай көпшіліктің алдында сөйлеуге ұялудан мүлдем қажеті жоқ. Бұндай комплекстер, барьер, ол тек сенің миыңда ғана болатын нәрсе ғой. Оны сыртқа сен өзің айтпасаң, оны адамдар аңғармайды да. Бұл тек сенің басыңда ғана нәрсе да. Тек саған соны жеңе білу қажет бұл комплекстерді. Даже больницаға барған кезде де студенттер анамны жинаудың өзінен қашады ғой. Бұл да коммуникативность, осы көпшілік сөйлесуден. Сөйлесуден ұялудан ғой соның басшылығы. Жалпы достар, енді сіздерге айтқымыз келеді, бұндай жағдайда қалай шығуға болады, Мысалы, сіздер үйде бәріңізде айна бар. Айнаға қарап, өз-өзіңізбен сөйлесіп, мысалы, енді күлкілі көріну мүмкін сырт көзге қарағанда, бірақ бұл нәрсе расымен де көмектеседі. Немесе өзіңіз жаңағы камераға шықта, видеоға түсір, видео стористер жаса деген сияқты. Ондай нәрсенің бәрі сізге коммуникативность арттыруға, көпшілік алдында ұялмай сөйлеуге көмектесетін нәрселер. Енді біздің өзімізде де болды, тем более мысалы видеоблог жасаған кезде алғаш рет осындай ұялу деген сияқты сезімдер болғаны рас, бірақ оны адам түсіну керек те, тек миындағы ғана нәрсе, ал бізде мидағы шектеуді алып тастаймыз. Мына шексіз әлемде өзіңді тіл білмеймін деп шектеп қалма деп аяқтауымыз келеді бұны. Келесі біздің инсайт: чем больше друзей, тем больше возможностей. Бұл жерде біз айтқымыз келетін, ол универдің кружоктары саған өте үлкен пайда береді. Біз 3 кружокты айтып кете аламыз. Ол бізде сыну,
самұрық и және қазымса. Бұл кружоктар саған универде өте үлкен пайдасын алып келеді десек те болады. Бұл жерде сен біріншіден өзіңе қажетті, который бірде мышлениемен, бірде әрдайым дамып отыратын, әрдайым алға қарай ұмтылып отыратын студенттерді көре аласың. Яғни ортаны қалыптастырасың. Сенің ортаң қандай, сен де соған қарай ұқсас боласың дейді ғой, сен де сондайсың деген сияқты. Яғни мысалға Казымсаның өзін алайық. Мен өзім бірінші курста келген кезде Казымсада бәрінде қараймын, отборда өткен кезде көбісінде IELTS бар, көбісінде уровень бар, pre-intermediate. Менің өзімде сол кезде уровень pre-intermediate болатын. Барлығы орысша сөйлейтін. Мен болсам, менде ондай қатты не жоқтығын, орысша сөйлей алмайтын, менде югтың акценті болатын, қате сөйлейтінмін грамматикадан. Бірақ оның барлығы андай мидағы шектеу ғана ғой, и менде андай стимул болатын. Менде осылар сияқты орысша анық сөйлеймін, менде осылайдан көпшіліктің алдында андай докладпенен шығамын, аудиторияны өзіме қаратамын деген нәрсе, вот мотивация, стимул болатын. Яғни бұл жерде өзіңе қажетті сені, который всегда алға тартатын ортаны таба білу маңызды. Келесі кружок ол самұрық. Самұрық саған всегда андай бір деканатпен, универменен жалпы байланыс орнатуда үлкен мүмкіндік береді. Самұрықта сен өзіңнің қабілетіңді, сенде ішіңде вот үлкен потенциалдың бар екенін көрсете білуің қажетсің. Даже если сен платныйда оқысаң да, вот грантқа ауысуда, ректорский грантқа ауысуда вот өте көп пользасы бар. Ол туралы бізде жеке тақырып болады. Жалпы платныйдан мен өз басым басында платныйға түстім ғой, одан кейін грантқа ауыстым. Қандай мүмкіндіктер бар, енді үлкен ауқымды тақырып деп ойлаймын. Үлкен ауқымды тақырып. Иә, оны жеке түсіреміз. Сынуының да пайдасын, вот гранттан платныйдан грантқа ауысуға. Ғылыми жоба жазу туралы енді көпшілігі осыны сұрап жатады да, менен қалай ғылыми жоба жазасың деп. Сол туралы тоже келесі видео сабақтарда айтатын боламыз. Яғни бізде бұл жерде айтқымыз келгені ортаны қалыптастыру, сені әрдайым алға жетелейтін орта ол Казымса, самұрық, сынуы. Бұл 3 кружокқа жазылу саған өте көп пайдасын береді. Бұдан да бөлек бізде кружоктар бар, иә? Бишілердің, әншілердің, журналистика бар, қателеспесем. Вокал бар, поэзия бар. Мысалы, мен байқағаным, типа сабақ оқи берсең, иә, сен эмоциональный выгорание деген нәрсе болады екен да. Сен көп там күйзеліске түсесің, ашушаң боласың. Конце концов, жаңағы сабақтың өзі миына кірмейді қанша оқысаң да. И лучше всего, мысалы, жаңағы шығармашылықпен айналысып, арасында иә, ән айтып, би билеп деген сияқты. Сен фокусын ауысады да, и жаңағы сабақ екеуін бірге алып жүре аласың. Сондықтан да шығармашылық өте маңызды, достар. Сабақтан бөлек кішкене өзіңнің бір хоббиіңді табу дейміз ғой, сол өте қажет. Келесі.